Қыздармен корпоратив жасаймыз деп, осындай ұзын шашымды қиып тастадым. Мен шашымды бір жылда бір рет қысқартып тұрамын, осы жолы өте қатты қысқартып жіберіппін. До деген видеосын көріп тұрсыздар, ал мынау после деген видеосы. Қиған шашымды өзіммен бірге үйге алып келдім. Сенбейтін жандар болса, мен 30 сантиметр шашымды қиып тастаппын ғой. Ал достар, мына шашымды қайда өткізуге болады, не істеуге болады, комментарияға жазып кетіңіздер, я. Осы шашымды сатып алам дейтін болсаңыз, маған хабарлассаңыз болады. Шашымды қиып тастағаныма түк те өкінген жоқпын. Керісінше өзіме өте ыңғайлы, әдемі болып қалды. Бірінші рет осылай қысқа қиып тұрмын. Шашымды қидырып болып, салонға екінші мастеріме келдім. Маған жылтырақтар өте қатты ұнайды. Сумка, тырнақ, аяқ киім деген сияқты киім. Тырнағым күндіз осылай жай ғана жылтырап тұрады. Ал қараңғыға апарып, соткының фонарын жағып, осылай видеоға түсірген кезде көріп тұрғандарыңыздай жалт-жұлт етіп тұр ғой. Мен гелевой покрытияны осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2023 жылдың октябрь айында соңғы рет жасатыппын. Содан бері 2 жыл уақыт өтіп кетіпті. Сол уақыттарда мен жай ғана лакпен бояп жүрдім. Кейде мүлде тырнақ өсірмей, лакты да жақпай жүрген болатынмын. Достар, тайный сантаға қандай сыйлық алғанымды келесі видеомда көрсететін боламын. Лайк басып, комментарий қалдырып, парақшама тіркеліп алыңыздар.